Білім мен тәрбиені зерделеген Хакім Абай өз өмір сүрген дәуірдің қайшылықтары мен әділетсіздігін жастайынан көзімен көріп, көңіл зердесіне түйіп өскен. Ең алдымен білім беру ісіне адам өмірінің өзекті қызметі ретінде баса назар аударды. Өйткені білім беру адам табиғатының жақсаруына, әр адам бойында адамгершілік қасиетінің қалыптасуына негізделетін білім беру арқылы ғана болашақта алға қарай ұмтылуға қалыптастыруға болатынын түсінген ақын өз шығармаларында халқын білім жолына түсіп, мәдениетке үйренуге шақырады. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Малменен ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ihsan. Абай өмір сүрген тұста қазақ тілінде білім беретін мектептің болмағаны белгілі. Сол себепті қазақтардың сол кездегі өмір сүру жағдайларын Абай былай тұжырымдап береді. Турасын ойлағанда, баланы қатын әперме, енші берме. Барынды салсанда орыстың ғылымын үйрет. Балам бала болсын десен, оқыт, мал аяма. Дей келе, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен сон түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім деп, өзінің дер шағында оқи алмай білімнің аздығы енді өкіндіретінін күйзеле мойындап, өз басының өкінішін мысал етсе, бір жағынан ауырдың үсті, жеңілдің астымен жүріп оқудың қадіріне жетпей, алып сатарлықпен айналысып кеткен жастарымыздың бүгінгі қарекетіне данышпандық көргендіктен менсеп тұрғандай. Күндердің күнінде солардың көбісі бұл махрұм қалмағыма кім жазалы деп басын тауға да, тасқа да ұрмасына кім кепіл? Өйткені олардың бойында ең басты байлық білім жоқ. Жан-жақты терең білім ала алмаған олар кейін кімнен көрмек? Заманнан ба? Жоқ. Бүгінгі заман оларға білімнің даңғыл жолын ашып отыр, өздері ғана кінәлі. Оған себеп бас пайдасын ғана ойлап, арзан атақ, алдамшы бақыт қуып кеткендігі. Әрине, дәулетті болғанға не жетсін, бірақ Абай көрсеткен адам болудың жолы емес. Қай заманда алып қарасақ та қашанда қоғамның қозғаушы күші қисапсыз байлық емес. Ғылым білім болғаны еш талас тудырмайды. Сөйтіп, бүгінгі өмірімізбен салыстырып қарасақ, Абай ойының құндылығына еш шүбә келтірмейміз. Әлі күнге дейін маңызын жоймағанына куә боламыз. Абайдың өмірлік мақсат-мұратының басты сипаты туған халқының мешеулігі мен надандығына қарсы күрес болды. Надан адам ақылды құлаққа ілмек, бұл сөзден ертегіні тез үйренбек. Рас сөздің кім білер қасиетін, ақылсыз шынға сенбей жоққа сенбек деп, халқының мұнша қараңғылықтың себебін баласына дұрыс тәрбие бере алмайтын ата-ананың надандылығынан іздейді. Оншы қара сөзінде бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Жақсы баланы сендей әке, сенің еліңдей ел асырап өсірмек пе екен? Жоқ, баланы өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, баланың күнәсіне тағы да ортақ боласың. Осыма берген тәлімін, осы баладан қайыр күтесің бе деп, ондай ата-аналарды сөгіп қатты ызаланады. Абайдың адам болу қағидасы ғылым таппай мақтанба өлеңінің өн бойында ғылым табу идеясымен астасып жатыр. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Ал баланың ғылымға махаббатын оятатын жақсы ата-ана, жақсы ұстаз, жақсы құрбының ықпалы болатынын атап айтады. Қазақ балаларына өнер білімді ғылымды, оған жетудің жолдарын насихаттаудағы Абайдың педагогикалық ой-пікірлер жүйесінің өміршеңдігі бүгінгі күн дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Сол себепті жастарды тәрбиелеудің әр түрлі жолдарын ұсына отырып, баланың дүниеге көзқарасының, мінезінің қалыптасуына отбасының рөлі ерекше екенін, балаға тәрбие беретін ата-ананың тәрбиелігінің маңызын атап көрсетеді. Қорыта айтқанда, ғұлама ойшыл Абай ұлы ақын ғана емес, адам жан дүниесінің теңдессіз білгірі, зерделі зерттеушісі. Абайды тану, қазақ ұлтын тану, ол ұлттық мақтанышымыз.